Assalamu alaikum hurmatli abituriyentlar. Осы kanalımız arqalı algebra sabağının, yani ең апуай басқышы, яғни сіздердің тіліңізде айтқанда 0-ден бастап өтіп бастаймыз. Яғни алгебрада ең бірінші өтілетін сабағымыз, яғни натурал һәм бүтін санлар. Натурал һәм бүтін санлар дегеніміз, мысалы үшін ең бірінші натурал санлардан бастайық. Натурал санлар дегеніміз бұл қандай санлар еді? Санауда қолданылатын санлар. Мысалы үшін Фируза сана дейміз. Сана дегенде почитай. 1, 2, 3, 4 деп санаймыз, дұрыс па? Натурал санларды біздер n әрпімен белгілесек, алгебра тілінде, яғни ол санауда қолданатын санлар. Яғни 10 санлар. Бірден бастап шексіздікке дейін кете беретін санлар. И біздерде санлардан түсінікті және қандай түсінік бар еді? Цифрлар. Яғни айтқанда рақамдар деп айтады өзбекше, дұрыс па? Яғни цифрлар бұл жерде нешеден нешеге дейін? 0-ден 9-ға дейін. Неше цифр бар екен? 10 цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар цифрлар деп айтылады. Яғни, жазып кетейік та, түсінбей қаламыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар цифрлар. Осы цифрлар арқалы санлар жасалады. Енді, мысал үшін, 524. Бұл неше қанал сан? 3 қанал сан, 524. Яғни 3 қанал санда сол 5, 2, 4 деген цифрлардан пайдаланып 3 қанал сан түзіліп жатыр. 4, 4, 2, 5 дегендер. Қараң, бұл жерде қана деген 3 қанал сан деп жатса, бұл жерде 4 нешінші қана? Яғни 4 бірлер қанасы деп айтылады. Бірлер қанасы. Ал 2-не онлар қанасы, дұрыс па? Ал 5 жүздер қанасы деп айтылады. Бұл элементарный зат, біліп қойымыз керек. Түсінікті ма? Демек, осыдан келіп шығып біздер санларды екі қаналы, мысал үшін АВ, АВС, АВСД, екі қанал, үш қанал, төрт қанал имма, АВСД, Е. 5 қанал санларды жай үйренеміз. Екі қанал сан, мысал үшін АВ, қайт жайларды? 10А плюс Б болып жайлады. Формуласы. 10 көбейту А плюс Б. Абысы 100А плюс 10В плюс С. Абысыды 1000 көбейту А 100В 10С плюс Д. Ал абысыды Е 4-0 болады плюс 1000В 100С 10Д плюс Е. Мысал үшін бұларға примерно абысы 3 қаналға 524 бар еді, дұрыс па? Нерге әстен кішкентай қылып жайып кетейік. 524 жайып мысақ, 100 көбейту не болады? 5 плюс 10 көбейту 2 плюс С деген 4 емес пе? Бұны көбейтсең 500 міне. Плюс 20 плюс 4 қоссаң келіп шығады итог. Түсінікті ма? Мысал үшін сілерді шалықтады 8х деп шалықтады. Неше қанал сан? 2 қанал сан. 2 қанал санға жаяды мұсақ, 10 көбейту неше? 8. Плюс, бұның орнында кім тұрыпты? Х. Соменен 80 плюс х болып жайлады. Түсінікті ма? Демек жазып аламыз осыны. Демек дауам етеміз. Екінші, біздер натурал санларды өттік жаңа, енді бүтін санларды өтеміз. Бүтін санларды біздер, қара, неге жазып қойын? Бүтін санларды қандай бұл әріппен белгілейміз? Натурал санларда n әріппен белгілейміз болсақ, бүтін санларды, яғни z әріппен белгілейміз. Бүтін санлар бұларға оған 0 кіреді, оған натурал санлар кіреді, оған минус санлар да кіреді. Натурал санлардан парқы тек бұл санларды шекаралып қалмақ және дәліш кете береді. 0, 1, 2, 3, 4, 5 натурал санлар 0 һәм минус санларым кіреді, бүтін санлар. Түсінікті ма? Демек, және біздерде әзір хисаптарда қолданатын кішкентай қағидаларымыз бар. А плюс минус В десе, біздерде плюс пен минусты көбейткен кезде не болады екен? Минус болады екен. Кейінгісі. Екінші, минусты минусқа көбейтетін кезде плюс болады. Үшінші, А плюс В плюс С болады мұса, скобканың алдында белгі плюс, ол жазылмайды. Плюспен ашатын болса, өзі скобка солайынша не қыла береді? Ашыла береді. А плюс В плюс С. Төртінші, минус А плюс В минус С. Скобканың алдында белгі минус болса, скобканың ішінде ағзалардың белгілері қарама-қарсы белгі өзгереді. Яғни жазылмаған белгі плюс А болса, плюстың қарама-қарсы минус. Минустың қарама-қарсы плюс. Демек бұл минус А болады.
минус b болады, плюс s болады. Бесінші, a көбейту минус b болатын болса, аны минус b-ға көбейтетін, плюс аны минус b-ға көбейтетін болсақ, плюс пен минус көбейтсек, минус ab болады. Алтыншы, av көбейтілген s болса, скобканың ішінде ағзаларды скобканың сыртында ағзаға көбейтетін болсақ, бұны avs деп не қыла береді екенбіз? Ізіне көбейте берсек болады. Ямаса v-ны сыртқа шығарып жатсаңыздан болатын, мысал үшін a-сы көбейту v деп орнамастыра бересіз көбейтуде. Мысал үшін жетінші, a плюс v-ны скобканың сыртында ағза с-ға көбейтетін болсақ, с-ны екеуін не қыламыз? Көбейтіп шығамыз. Көбейтеміз. a-сы плюс v s болды. Сегізінші, a-ның n дәрежесі көбейту, a-ның m дәрежесі болса, текарлар бірдей болса, орта көбейту болса, дәрежелер не қылады? Қосылып кетеді. Мысал үшін x-тің квадраты көбейту x-тің кубы десе, текарлар бірдей болса, x-тің 2-3-ті қосамыз 5. Тоғызыншы, a көбейту v-ның сыртында n дәреже бар болса, ол n дәреже екеуіне де не болады? a-ның ені, v-ның ені болып тесіліп болады. Мысал үшін a v-ның сыртында кубы десе, ол a-ның ам кубы, v-ның ам кубы. Оныншы, a-ның ені бөлінген a-ның m-і болатын болса, бөлу болса, текарлар бірдей болса, дәрежелер алынып кетеді. Мысалы үшін a-ның 7-сі бөлінген a десе, жазылмаған дәреже ол несі десе 1 болып есептелінеді, дұрыс па? a-ның 7-сі минус 1 ол a-ның 6-сы болады. Так, 10-шы, 11-ші енді. a-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни қалеген санның 0-ші дәрежесіне тең 1-ге тең. Мысалы 7-ның 0-ші дәрежесі десе де бұл 1 болады. Түсінікті ма? Так, түсінікті болса, және енерге қосымша есеп жазып кетейік. Мысалы үшін 54 минус 48 бөлінген 2 плюс 3 көбейту 4 десе, есаплан деп есап берілді. Бізде де алгебрада, мысалы, әмелдер бар, қосу, алу, бөлу, көбейту болса, ең бірінші не орынланады? Бөлу орынланады. Одан кейін бар, көбейту, одан кейін алу, одан кейін плюс орынланады. Демек ең бірінші әмел не? Бөлуді орындаймыз, кенен көбейтуді орындаймыз, кенен минус, кенен төртінші әмел не? Мынаны істеп алайық бірінші. 54 минус 48 2 бөлсек, 24, екінші әмел 12. Кейін мына екі не қыламыз? Алып аламыз. 54 24. 30 плюс 12 тең 42. Түсінікті ма? Түсінікті болса жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Бүгінгі темамыз бойынша бізде 44 есап бар. Бірінші темамыз натуралды бүтін саналарға. Демек, араларынан керек, яғни қайталанбайтын есаптарды көріп шығамыз. Қалғанлары бір-біріне ұқсас есаптар тастап кетеміз. Бірінші есап, жаңа мысалға ұқсайды, 24 минус 21 бөлу 3 плюс 3 көбейту 2 десе, бұны есаплау үшін бірінші әмел не орынланады? Бөлу, бірінші әмел, кенен көбейту, кенен аламыз, кенен қосамыз. Демек, 24 тұра береді, минус 21 3-ке бөлсем, 7 плюс 3-ке көбейтсем, 6. Так, 24-те 7-ні аламыз. 17 плюс 6, 23. Бұл жауап болады. Кейін 5-ні жесамыз. 6-ның квадраты бөлінген 3-ның квадраты плюс 4-ні есаплан дейді. 6-ның квадраты деген сөз, 6-ны 2 мәрте көбейт деген сөз. Ол 36. 3-ның квадраты деген 3-ті 2 көбейт деген сөз емес. 3-ті 2 мәрте көбейт деген сөз. Неше болады? 9. Демек қойып жазамыз. 36 бөлінген 9 плюс 4 3-ке көбейт. 12, 3-ті 5-ке көбейт. 15. 36-ны 4-ке бөлеміз. То есть 36-ны 9-ға бөлеміз. 4 плюс 12 минус 15. 4-ке 12-ні қосамыз. Бірінші плюс орнауымыз. 16. 16 15 аламыз. 1. Демек давам етеміз 11-ші есап. Мынаны есаплауымыз керек. Бірінші қаусырмаған үшін есаплап аламыз. Дұрыс. 6-ны 3-ке көйтеміз. 18. 3-ті 4-ке көйтеміз. 12. Бөлінген 2 тұра береді. 2 көбейту. 5 4-ке көйт. 20 алынған. 12 бөлінген 8. Тең 18-ден 12-ні алсам 6, 6-ны 2-ке бөлсем 3. Сразу жаз. 2 көбейту. 20-дан 12-ні алсам 8 8-ге бөл жүрім керек екен, зиян жоқ. Так, 3 минус 8 8-ге бөлсем неше болады? 1. 1-ді 2-ке бөлсем 2, 3-тен 2-ні алсам жауап 1. Давам етеміз 14-ші есап. Надай есаплау керек. Бұны калькуляторда есаплау шарт емес, яғни бұның жолы дұрыс. Ұқсасларды, яғни мына екеуінде не бар? 27. Не екеуінде біз қатты үшеуінде бар екен 27. Сол 27-ні дұрыс иә, келмей қалады ол. Яғни демек біріншісі мен екіншісіне 27-ні скобканың сыртынан шығарамыз. Ұқсас скобканы шығару деген ұқсасларды скобканың сыртынан шығарып жіберу керек деген сөз. Демек бұдан 27 кетіп қалса 31 алынған 28.
Ал мына екеуінде өзінің өзі 23 бар. Сыртқа 23 шығарып жіберетін болсам, қалатын ағза 27 минус мынадан қалатын ағза 24. Плюс бұл екеуінде өзінің өзі неше қалады? 19. 19 сыртқа шығарып жіберсем 23 плюс 20. Давам етеміз. 31-ден 23-ті алсам, то есть 31-ден 28-ді алсам 3, 27-ден 24-ті алсам 3, болам плюс екіне. Негіз алу ма, қосу ма? Көріп берілген? Берілгені. Алу ма? Қайтесіп кетіппен онда кешересіздер. Демек алу. 23-ден 20 алсақ 3 болады. Қарасақ бәрінде не бар? 3-ті қайттан шығарып жүрсек болады, қосымның сыртына. Бұдан 27 қалады, бұдан 23 қалады, бұдан 19. Есаплап жүреміз. 3, 40, 50, 69. 69 3-ке көйтеміз. 27, 207. Бұл жауап болады. Кейінгі есап 22-ші есап. Мұна қосындының ярымын есаплан дейді. Қосындының ярымын есаплан деген сөз. Мысал қараң, А плюс А плюс А плюс А десе, неше А бар? 4А деп қоямыз. Мысал үшін Т қосу Т десе, неше Т бар? 3Т деп қоямыз. Бұлам сондай, 4 бірде ағза қосылып жатыр ма? Есаплаған кезде не болады? 4 көбейту 4-тің 12-сі болады. Түсінікті ма? 4А деген дейді. Соның ярымы деген сөз 2-ге бөл деген сөз. 2-ге қысқартама неше қалады? 2 қалады. Көбейту 4-тің 12-сі. Жауап ұсалға берілмеген болса, бұны дәлше апалестірсаңыз болады. Тең 2 көбейтуні 4-тің 2-нің квадраты. Сыртына неше бар? 12. Біздерде дәреже мен дәреже не қылады? Көбейтіледі. 2-нің нешесі болады? 24. 2-нің бір дәрежесі, тикала бірде болған үшін дәрежеде қосылады. 2-нің 25. Жауап таяр. Давам етеміз. 24-ші есап. Бұны есаплан дейді. Бұны есаплау үшін болған калькулятор шарт емес. Яғни бұл жерде не қолданамыз? Ең кішкентайын ұстап аламыз. Ең кішкентай 2011. Сол 2011-ді біздер Т деп белгілеп аламыз. Қалың әріп белгілеп алың. 2014 деген содан нешеуге зят? 3-ге зят болған үшін Т плюс 3 деп жазылады. Тең. Ал 2011 деген не деп белгіледік? Т минус 2012 деген надан 1-ге зят. Т плюс 1. Көбейту 2013 дегеніміз 2-ге зят. Т плюс 2. Енді қаусырмаларды көбейтіп шығымыз керек болған. Көбейтеміз бұны міне. Т квадрат. Мұнан көбейтеміз. Плюс 3Т. Минус тұрады да скобқа ашып қоймыз. Минус деген белгілерді өзгертіп жібереді. Бірден істеп кетпен. Мұнан көбейтеміз. Т квадрат. Стрелка қойып бара беремін. Плюс 2Т. Мұна 2-ні көбейт. Плюс Т. Кейін мұнан көбейт. Плюс 2. Демек, енді скобкаларды ашып шығамыз. Т квадрат плюс 3Т. Минус болса қарама-қарсы белгі өзгеріп шығады бәрі. Қаусырма ішінде ағзалар. Т квадрат минус 2Т. Минус Т минус 2. Т квадратлар не қылады? Қысқарып кетеді. Номені 3-ті болады да, ол 3-ті мен алып, олам қысқарып кетеді. Жауап не шығады? Минус 2 шығады. Демек, мұна тын апар қою шарт емес, мұна ізінде ответі жауабы минус 2 болады. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 27-ші есап. 27-ші есапта шартымыз сондай берілген. Егер АВС, ВСА, САВ, үш қанал салар, натурал салар қосындысы 666 тең. Бұлардың қосындысы деп атырды. Қосындысы 666 тең болса, біздерден АВС-ларды қосындысын сұрап атыр. Әдден топ. Бұларды сан ойлап таусаңсан болады. Егер жаңа формула өттік, сол формула арқылы жайып істесеңсен болады. Яғни жайсақ не болады? АВС-ны жайған кезде не деп қойын? 100 А 10 В плюс С. 100 В 10 С плюс А. Савынғы 100 С 10 А плюс В. Қосамыз 666. Енді сөйден есаплап жібейік. 100 Аға 1 А 10 A'ны қоссақ 111 А. Малдыз. Кенен Б'ларды қосатын болсақ, олам не болады? 111 В. С-да 111 С болады жар. 660. Содан 111-ге 3-ен бөлінеді. 111-ге неге бөліп жіберемен. Сонда А плюс В плюс С. 666 111 бөлсем, жоп 6. Сұрап тұрған зат содан шешіп кететкен. Демек, давам етеміз 31-ші есап. АБС-лар натурал санлар болса, АБС өзіне өзі 3 қанал сан, ал АБ дегеніміз неше қанал сан? Сыра 2 қанал санлар. И қосындысы 1070-ге тең болса, біздерден А плюс С-ны сұрап жатыр. Демек, бұны жайық, жаңа формула бойынша.
Mesela сан ойласаңыз болады. Енді сан ойлау ойымызға келмесе, жаңа форма бойынша жаямыз. 100a 10v плюс s. A-ны жайсақ 10a плюс v тең 1073. Осы жерде 100a менен 10a қоссақ 110a, 10v менен v-ны қоссақ 11v плюс s 1073. Енді осы жерде мәжбүри сан ойлаймыз. 110-ды қайсы санға көбейткен кезде 1000-ға жақындайды. Мысалы 10-ға көбейтсек 1100 болып кетеді. Дұрыс па? Және біздер аға 10 деген санды қоя алмаймыз. Цифр өзі 0-ден 9-ға дейін. Бұл жерде ең үлкен цифр нешені қоя аламыз? Аның орнына 9 қоямыз. Сонда бұл неше болады? 990. Бұған нешені қоямыз? 990-ға, мысалы с деген өзі бір қана алсан да, бұғанам және ең үлкен мәнісін қоямыз ба? 8-ді қоятын шығармыз. Бұға 8-ді қойсақ сонда неше болады? 88. Мына екеуін қосақ неше болады? 1087. То есть мына 8 болады. 1078 болып не қылды? Асып кетті, е? Онда мынаған бізде мәжбүри неше 8 емес? 7-ні қоямыз. Сонда бұл неше болады? 77. Қоссам 7 бұл 67 болады. 67-ні нешені қоссам ізі 3 болады. Сірә 6-ны. С тең 6 болады. Ізіне 6-ны қоссам, сонда неше болады? 1073. Болды. Абысылар тайыр біздерде. Сол үшеуінің қосындысы сұрап отыр біздер. 9 плюс 7 плюс 6. Неше? 13, 22. Демек, давам етеміз. 35-неше сағымыз. Барлық екі қанал санлар ізбейіз жазып шығылғанда неше қанал сан пайда болады дейді. Барлық екі қанал сан. Өз екі қанал санлар нешеге дейін? 10-нан 99-ға дейін. Соны ізбейіз жазып дейді. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кете береді, 99. Бәрін жазып шықсан неше қанал сан болады дейді. Мен бекарға бір жерде 10-нан 20-ға дейін жазып шықпадым. 10-нан 20-ға дейін емес, то есть 10-нан 19-ға дейін санайын да, қараң. 10-нан 19-ға дейін. Мына өзі неше қана? 2. Неше? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына 10-нан 19-ға неше қана алсам болып тұрыпты? Яғни 20 қана болып тұрыпты да. Біздер 20-дан 29-ға дейін неше қана? 20 қана болады. 39-ға дейін 20 қана. 49-ға дейін 20, 59-ға дейін 20 қана. 69-ға дейін 20 қана. 79-ға дейін 20 қана. 89, 99-ға дейін не болады береді? 20 қана. Сол 20 қаналарын бәрін қосып шығарса неше бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20-ның 9 бар. Көйт жерсем 100. Демек бұл 10-нан 99 дейін жазып шықсам 180 қана пайда болады деген сөз. Түсінікті ма? Демек 36-ның шартын оқиман. 56-дан 145-ке шекемгі санларды ізбе жазып шығылғанда 4 цифры неше мәрте тәкірланады дейді. 4 цифрасы. 4 деген цифры неше мәрте қайталанады дейді. Яғни 56-дан 145-ке шекем жазып шыққан кезде 4 цифр нешелерде бар деп жатыр. Яғни нешеде бар? 56-тан кейін 64-те бар, 74-те бар, 84-те бар, 94-те бар, 104-те бар, дұрыс. 114-те бар, 124, 134. 144 демеймізса, 140-та бар міне. Кейін 141-де бар, 142-де бар, 143-те бар, 144-те әті бар білсеңіз, екеуі бар. Кейін 145-тің өзінде бар. Демек санап шығамыз, неше төрт бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 15 4 бар деген сөзді. Түсінікті ма? Так, давам етеміз. 37-шесі болды, жүде бір қызық есептардың бірі. Мынадай сан берілген, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 деп 6 мәрте қайталанған. Осы саннан 10 цифрды сондайды өшіп тастау керек, қалеген жерден мысалы. Бірді өшіп тастаймын, 5-ті, 5-ті, 10 цифр өшіп тастау керек. Сол кезде біздерде ең үлкен сан пайда болу керек дейді. Сол санлардың үшінші цифрын тауын дейді. Пайда болған ең үлкен санның үшінші цифрасын тауын дейді. Яғни біздерде ең үлкен цифр пайда болу үшін сыра біздерге ең үлкен цифр керек. Яғни кімдерді өшіп тастаймыз? Кішкентайларды өшіреміз. Яғни мысал, біздерде элементарий қалтамызда 1 миллион ақша бар деген жақсы ма? 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион деген. 5 миллион ең көбі болады, дұрыс па? Ең үлкен цифр пайда болу үшін. Демек 1-ді өшіремін, 2-ні өшіремін, 3-ті өшіремін, 4-ті өшіремін. Кейін 5 миллион 100 бар деген жақсы ма? 5 миллион 200 бар, 5 миллион 300 бар деген дейді. Сыра 5 миллион біздерге үлкені керек. Налар өшіп тастаймын. Неше өшілді қазір?
Бізде де 10 цифр өшіріп тастады деп отыр. Одан кейін неше? 1 менен 2-ні өшіремін. Сонда пайда болған сан 5, 5, 3, 4, 5, ізі кете береді 1, 2, 4 мындай болып. Сол пайда болған сан 3-ші цифрасы кім екен? 3 екен жауап. Түсінікті ма? Демек жазып аламыз. Так, давам етеміз. 30-ші хесап 1, 2, 3, 4, 5 кете береді 110 һәм 111 болып таусылған санның санды жасауда неше цифр қатынасқан дейді. Яғни бұл жерде неше цифр қатынасқан деген жақсы сұрау беріліп тұрыпты. Цифрлар өзі кімнен кімге дейін еді? 1-ден 9-ға дейін. Яғни 1-ден 9-ға дейін неше цифр бар еді? 1-ден 9-ға дейін? 0-ден 9-ға дейін. Енді бұл жерде 0-ден бастанбайды, ол дұрыс па? 1-ден бастанады. 1-ден 9-ға неше цифр бар? 9 цифр. Оны білу үшін бар ғой? Оны білу үшін. Мына 9-дан неде алдыңғы санды алсаң болады? Түсіндік ма? 9-дан 0 алсаң 9. Кейінгісі 10-нан 19-ға шекем. Неше цифр қатынасады сірә? 10 дегеннің өзінде 2 цифр. 11-де 2 цифр. 12-де 2 цифр. Бағана қызатта неше қанал дегендей. Дұрыс па? 10-нан 19-ға дейін? 20. 29-ға дейін? 20. 39-ға дейін? 20. 49-ға дейін? 20 цифр қатынасып отыр. 59, 69, 79, 89, 99-ға дейін? Неше болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 көбейту 20. Ізінен 9 бар еді, дұрыс па? 189 цифр. Енді ар жағы бар. 99-дан неше бар? 100 бар. 100-ден 109-ға неше цифр болады енді? Үшеулік 3 қанал ғой бұл. 3 цифрадан болғанша 30 болады. Ізінен 30-ды қосамыз. Одан кейін кімлер қап қояды? 110 бар, кенен 111 бар. Мыналар неше цифрдан? Қосу жоқ. Үшеуден. 6 алмай ма? Сон 36-ны қосып жібереміз. 225 цифр не қылды деген сөз? Қатынасты. Кейінгісі 42-ші хесап давам етеміз. Егер 44-ті сондай n деген санға көбейткен кезде бір санның квадраты формасында пайда болады. Болса n плюс 13-тің ең кіші мәнісін сұрап отыр. Мысал үшін қараң, 3-ті нешеге көбейтсем бір заттың квадратына келеді? Сірә өзіне. Сонда 3-тің квадраты болады ғой? Мысал үшін 5-ті 3-ке көбейтсем бір заттың квадратына келе ма? Сірә 5-ті неше көбейтемен? 5-ке көбейтумен тура келеді. Демек 44-тен сырттай бір заттың квадратына келу үшін неше көбейтеміз? 44-ке. Сол қате болады да. Себебі қараң, 44-ті 44-ке көбейтсеңіз 44-тің квадраты болады, ол дұрыс қате емес. Бірақ n-нің орнына сіз өзі нешені қойдыңыз әзір? 44. Сөйтіп егер 44-ті апарып қойсаңыз, 44 қосу 13 неше болады ол? 57. Осы жауап болатын болса, егер сіздер уже ал жасасыз. Себебі ең кіші мәнісі сұралады. Содан ітбәрін ұстауыңыз керек. Яғни 44 дегеніміз біздерде жай жүйелік бірінші апайға 2 көбейту, то есть 4 көбейту 11 деген сөз емес пе? 4 деген не деген 2-нің квадраты. Демек бұл жерде құры неше көбейтсек болады? Бір заттың квадратына келеді 11-ге. Яғни көбейту n да бұл жерде. Мына n бар. Демек 2-нің квадраты көбейту 11 көбейту 11 десем n-нің оны. Но не болады? 2-нің квадраты көбейту 11-дің квадраты. Квадратқа келеді да. Демек n-нің оны нешені аламыз бұл жерде? 11. n-нің оны 11-ді ғой. 11 плюс 13 24-не. 57-тен кішкентай мәнісі 24. Жауап бар екен. Егер мына жауап беретін болса ал жазып кетесіз. Демек ақырғы хесабымыз 44-ші хесап. Бірдей цифрлардан ібарат болған екі қанал саналар қосындысы дейді. Екі қанал саналар өзі нешеге дейін? 10-нан 99-ға дейін. 10-нан 99-ға екі қанал саналар бірдей деп атар. Цифрлары бірдей. Демек біріншісі неше? 11 болады сірә. Екі цифр бірдей ғой. Кейінгісі 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 88, 99. Осылардың біздерден қосындысын сұрап отыр. Суммасын сұрап отыр, яғни айтқанда. Қосындысын табатын болсақ, бізде прогрессия пайдалансақ болады. Яғни не қылып отыр? 11-ге көбейіп отыр. Бірінші ағыза мен ақырғы ағызаны қосамыз, 2-ге бөлеміз, ағызалар санына көбейтеміз. Неше ағыза бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға көбейтеміз. Шыққан санды есептейміз. Бұл 110, 2 бөлсек 55 көбейту 9. 145 па? Дұрыс па? Қате ма? 4. 145 емес ей? 495 болады дұрыстан. Түсінікті ма? Демек, бүгінгі натуралдан бүтін саналарға есепларымыз 44 есеп ұсынмен жұмақланады. Демек, кейінгі темаларда көріскенше.